Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде биыл 50 мыңға жуық адам әкімдіктегі пәтер кезегінен шығарылды. Себебі тексеріс кезінде олардың баспанасы бар екені анықталған. Ал кейбірі өзі тұратын өңірден көшіп кеткен. Бұл туралы бүгін үкіметте айтылды. Отырыста тұрғын үй құрылысының дамуы мен халықты баспанамен қамтамасыз ету тетіктері де қаралды. Тұрғын үй және құрылыс саласындағы реформалар жайында әріптесім Дамир Берікұлының материалына үңілсек. Құрылыс саласы Қазақстан экономикасының ең негізгі бағыттарының бірі. Биыл бұл салаға 7 триллион теңгеге жуық инвестиция салыныпты. 667 мың адам құрылыста еңбек етеді. 53 мыңнан астам кәсіпорын осы салада кәсібін дөңгелетіп отыр. Өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаевтың сөзінше, елімізде биыл 11 айдың ішінде жалпы көлемі 16 миллион шаршы метр болатын тұрғын үйлер пайдалануға беріліпті. 160 мыңнан астам адам баспаналы болған. Сонымен қатар, осал топтарға қолжетімді құралдар ұсынуға ерекше көңіл бөлінуде. Биыл мемлекеттік қаражат есебінен 22 мыңнан астам жалдамалы пәтер сатып алу үшін 330 миллиардқа жуық теңге қарастырылған. Жыл соңына дейін 165 миллиард теңгеге мемлекеттік бағалы қағаздар шығару арқылы 10 мыңнан астам кредиттік тұрғын үйде пайдалануға беру жоспарлануда. Халықты баспанамен қамтамасыз етудің тағы бір тетігі ипотекалық несие. Биыл осы мақсатта Наурыз бағдарламасы іске қосылған. Соған сәйкес осы жылы 300 миллиард теңгеге 12 мың ипотекалық несие беру жоспарланған. Алайда жоспардың жартысы ғана орындалыпты. Екінші мәселе, бағдарлама қатысу үшін салымшыда депозитте тек 1 миллион теңге болу шарт еді. Конкурсты жеңген салымшы аз уақыт ішінде пәтердің 20%-ын салуы тиіс. Қазіргі жағдай бойынша 2,5 мыңнан астам өтініштің 39%-да ғана 20%-ды құрайтын жарна бар. Сондықтан келесі жыл бағдарламаға қатысушылардың депозитін 2 миллион теңге болуын ұсынамыз. Бұл бағдарламаларды жүзеге асыруды тездетеді. Ал қабырғасы ақталып, дайын тұрған үйді алам деушілерге алғашқы жарна 10%-ға дейін төмендетілмек. Аталған ереже 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап іске асады. Тағы бір жаңалық, Отбасы банктың баспана маркет порталына өз пәтерін сатылымға шығарған құрылыс компаниясы оның бағасын 1 жыл бойы тұрақты ұстауға міндеттеледі. Биылғы Наурыз бағдарламасына құжат қабылдау 31 желтоқсанға дейін жалғасатын болды. Оған келесі жылда 300 миллиард теңге бөлінеді. Айта кету керек, биылдан бастап Отбасы банк тұрғын үй институты болып есептеледі. Маңызды міндет баспана кезеңінде тұрғандардың қолданыстағы тізімін жаңарту. Мен тізімдерді түгендеп бір жүйеге келтіру тапсырған болатынмын, бірақ бұл жұмыс әлі аяқталған жоқ. Сондықтан оны тездету керек. Баспана кезегінде шынымен мұқтаж азаматтар ғана болу керек. Министрліктің мәліметінше қазір 650 мыңнан астам адам пәтер кезегінде тұр. Құрылыс саласындағы тағы бір мәселе үлестік құрылыс. Жауапсыз компаниялардың кесірінен бүгінде мыңдаған адам өз баспанасына қол жеткізе алмай жүр. Қазір елде жылдар бойы жұмысы тұралап тұрған сондай 51 үй бар. Қазір парламент мәжілісі үлестік құрылыс мәселелері бойынша заң жобасын әзірледі. Министрлік депутаттармен бірге үлескерлер қаражатын тарту ісіне бақылауды күшейту нормаларын сапалы пысықтауға қажет. Бұған қоса үлестік құрылысқа қатысты шартқа отыру тетігін әзірлеуді тапсырамын. Ол азаматтарымыз үшін тәуекелдерді толығымен жоюға тиіс. Жиын соңында үкімет басшысы президент 2029 жылға дейін 111 миллион шаршы метр жаңа тұрғын үй салуды тапсырғанын айтып, оған жету үшін кедергілерді жою керектігін жеткізді. Мәселен, инженерлік инфрақұрылым құрылысын жеделдетіп, баспана салуда отандық материалдар үлесін арттыру қажет. Дамир Берікұлы, Аманжол Байғазин, Азамат Сәметов, Хабар.